Осыдан 2 ай бұрын Жандосов ауылындағы мына бір сіздер көріп тұрған су арнасына бір үйдің 8 жасар қызы мен 7 жасар ұлы құлап кетіп, бақилыққа аттанған еді. Шілденің аптап ыстығында суға шомылатын мезгілде бұл орын одан әрі қауіпті болатыны белгілі. Су арнасының бүгінгі жағдайын Жандосов ауылдық округ әкімінің өзінен білуді жөн санадық. Бұл жерде негізі Шқоңыр ирригация мекемесінің теңгерімдегі шлюз болып есептеледі. Бірақ соған қарамастан тұрғындар осы қайғылы жағдайларға ұшырап жатты, батып кетіп, жаңағы кішкентай бүлдіршіндер суға батты. Соның алдын алу барысында біз деген осы Шқоңыр ирригация мекемесімен бірігіп, Жандосов ауылдық округінің әкімінің аппараты осы шлюзді қоршауды жөндеп санадық. Жаңа ауыл шаруашылығы басқармасынан Шқоңыр ирригацияға бөлінеді, тендермен ойнатылады. Ақшасы бөлінгеннен кейін мынау үлкендеу қылып кішкене қоршалады. Басқарманың жұмысын күтпей өзіміз қоршауға кіріскенбіз. Тұрғындардан сұрайтыным осы суда түсу, шомылу қауіпсіздік ережелерін сақтап, кішкене бала шағаларына ие болып, түсіндірме жұмыстарын отбасында жүргізсе екен деп. Тұрғындардың қауіпсіздігіне байланысты участковый инспекторлармен, ИДН инспекторлармен және ЧС мекемесімен бірлесіп ары қарай жұмыс жалғастырамыз.